қандай да бір зат демек өзінің себебінен бола алады дегенде теорияны бекіткің келіп тұр ма? Белгісіз, вот түсінесіз ба? Қарашы, Мүмкін ол. мен саған логика деген не, Исхақ? Логика дегеніміз, мен саған логикалық заключение алып келдім ғой. Опять же, кейбір жерлерде логикалық Қараш, мен оқывашы, түсініп пожалуйста. Сен логикалық немен келтіруің керексің да маған. А сен қазір үсіп тұрсың, мен білмеймін, сенде логикалық нәтиже де жоқ. Сондықтан істемейді дейсің. Ай, сен логика істемейді деу үшін сен логикалық бір абсурд алып келуің керексің маған. Сен не логикалық абсурд әкеле алып алмайсың? келіп жатырмын ғой енді логикалық, бірнеше логикалық абсурд айттым ғой. Қайсысы, айтшы. Квантовый бессмертие, суперпозиция деген бір заттың екі күйде наблюдатель араласқанша екі күйде бірдей болуы деген бұл квантовый физикадан алынған нәрсе. Жақсы, енді сен маған осы екеуінің арасын айыршы, логика мен эмпириканың арасын айырып берші. Білмеймін, айыра алмаймын оны. Енді вот түсініп тұрсың ба, мен саған түсін жеткізе алмай жатырмын да. Сен мәселелерді, моменттерді түсінбейсің да сен. Сен проблема туындап жатыр сенде.